болды кеттік. Хей-йоу достар, сіздермен бірге. Тегізің. Болды кеттік. Кедері бастап тұру. Хей-йоу достар, сіздермен бірге мен Эдди, және де бүгін бізде техно-обзор, родной моя. Бүгін мен көңіл-күйім мощный, сочный, дерзкий, как пуля резкий. Не үшін дейтін болсаң екен, родной, менің қолыма бүгін дерзкий қазына түсті. Қандай қазына? Мен саған айтып өтейін, қандай қазына екен. Ешкім бермейді екен ғой маған. Бұл, короче, родной, бұл мощный, сочный, дерзкий, как пуля резкий ноутбук. Бұл ноутбуктың есімі Acer Nitro 5. Өзің білетіндей, мен, как всегда, ойын ноутбуктарына ғана обзор жасаймыз. Сол себепті біз бастаймыз мына мощный, сочный, қоймайды дейсің ғой. Все, короче, let's go! Джеги, мен постоянно айтам, постоянно. Бұл ноутбуктар, любой ойын ноутбугында сырт келбеті ол бізде екінші планда. Бізде ең бастысы бұның ішкі дүниесі, яғни внутренняя начинка дейді ғой. Ноутбуктың ең маңыздысы бұл жерде внутренняя начинка, яғни ойын қалай ойналатынның бәрі бұның сыртына емес, ішіне байланысты, оны бәрі біледі. Одан кейін бар, бұл родной, несімен бұл керемет ноутбук. Бұл ноутбук өзінің ішіндегі AMD базасындағы процессормен ерекшеленеді, родной. Әрине, тек қана процессор ғана бұл жерде басты рөлді ойнамайды. Бұл жерде графикалық карта бар, жедел жады бар, өзінің винчестерінің памяти бар, SSD-сі бар, немесе M2-сы бар. Осы заттарға бізге көп көңіл бөлу керек. Любой ноутбук сатып алатын кезде, родной. Сыртқы келбеті, жаңағыдай қайталап өтем, бұл бізде всегда екінші планда. Бірақ бұл ноутбукқа келген кезде біздің көз сырт келбетіне де және де ішкі дүниесіне де жүгіре береді. Қайсына қарарын білмейміз, өйткені бұл ноутбук вообще идеально, мощно сбалансированный ноутбук, родной. Ал енді тез-тез бұның, мен сендерді қазір распаковка, анау-мынау, общем, ондаймен бастарын ауыртпаймын, сразу айтайын. Және де бұның сырт келбеті жайлы көп бастарын ауыртпаймын. Тез-тез жүгіріп өтейік, клавиатура, там сыртқы дисплей, там ішіндегі сыртындағы, жан-жағындағы дизайн жайлы тез-тез айтып өтейік. Одан кейін барып, самый соққа өтетін боламыз, родной. Бастаймыз. Так, давайте сырт келбетіне қарай өтейік. Енді мына жерде сырт келбетінде бізде сразу бізді не күтіп алады, родной? Бізде мына жерде кәдімгі четкий, дерзкий, как пуля резкий біздің клавиатураларымыз бізді күтіп алады. Қызыл подсветкасымен, фирменный өзінің четкий қызыл подсветкасымен. Және де мына жерде наклейкалар бар екен сразу. Бұл жерде көрсетіпті Ryzen дейді міне. AMD Ryzen 5000 сериялы best. Және де NVIDIA GeForce RTX. Мына жерде бізде неше түрлі плюшкаларды көрсетіп тұр. Бізде Dual M2 Support дейді, Acer Nitro Sense, Cool Boost дейді, Killer Internet дейді, бұнда жаңа интернет, жаңа разъем орналастырылған. Одан кейін барып, мына жерде бізде Dual Fan with Quad Exit Port дейді, екі бізде вентилятор бар деген сөз, мына жерде DTS X дейді, HDMI порт бізде бар екен дейді. Бұның бәрі енді белгілі дүние, бұл көп компьютерларда бар бола береді, және бірақ мынау Killer Internet деген, бұл жерде E2600 деген бізде жаңа разъем, яғни керемет қылып бізде интернетті жаңа, қалай былайша айтқанда, жаңа сигналда ұстайтын, очень мощный разъем. Acer деген жазуымыз біздің фирменный, және де мына жерде бізде не тұр? Бізде Full HD 144 Гц. Өздерің білесіңдер, 144 Гц деген бізде өте қатты решать ететін нәрсе. Бұл 144 Гц деген ойын ойнап отқан кезде, яғни киберспортсмендер оны түсінеді. Мен әр ноутбуктың видеороликтерінде айтамын, киберспортсмендер оны түсінеді. Бізде герцовка деген көп зат решать етеді. Яғни сен герцовкаң чем көп болған сайын, сен бізде соперникті ертерек көресің, очень родной. Сол себепті и және де плавность болады, басқа дәлдегіне ыңғайлы болады, сондай очень керемет зат. Ноутбукты жапсақ, так, мына жерде алдын ала көретін болсақ, бізде мына жерде Acer деген жазу бізде күтіп алады, әдемі деп жазылған, және де мына жерде бүйтіп қараған кезде Nitro деген жазуды оқуға болады. Яғни Acer Nitro 5 деген ноутбук осы екен.
Так, сырт келбетіне қараған кезде былай енді прямо керемет ештеңке жоқ деп айта аламын, өйткені кәдімгі сырт келбеті кәдімгі чуть-чуть игровой екенін подчеркивает. Мына жерде екі өзінің вставкалары бар екен. Артына келіп өтсек, мына жерде қызыл өзінің вставкасы бар, яғни игровой ноутбук екенін опять же таки өзіне подчеркивает етқан, және ортасында мына жерде блок питаниясы, яғни зарядкасы салынатын разъемы бар. Мына жерде екеуі радиатор, яғни мына жерде және мына жерде игровой стилистикада істелінген радиаторлар бар екен. Артына келіп өтсек, тоже мына жерде желдеткіштер бар екеуі, яғни екеуі салқындататын ноутбукты. Шет жағына келетін болсақ, бізде мына жерде қазіргі заманға сай USB Type-C бар екен. Бізде Type-C дейді, простонародьеде, және де мына жерде бізде USB 3.0 и және де HDMI. Так, мына жерге келетін болсақ, айтпақшыдай, мына жерде бізде колонкасы бар, өзінің керемет колонкасы. Арғы бетіне келетін болсақ, мына жерде опять же таки бізде колонка. Жаңағы киллер интернет деген мынау зат жігіттер, бұл енді керемет нәрсе, яғни жаңа технологиямен жасалған интернет, яғни жаңа LAN-мен жасалған. Бұл жерде енді болған отдельно енді тоқталып өтуге де болады деген ойдам. Мына жерде бізде 3.0-да 2 USB және де 3.5 разъемдағы бізде аудио кабель тығылатын разъем. Былайша айтқанда сырт келбеті осы. Енді нені ішін ашқан кезде, былай жаңада айтып өткендей, бізде клавиатура бізді күтіп алады. Мына жерде WASD кнопкалары, және де мына жерде стрелка кнопкалары, және де мына жерде Nitro сияқты N деген кнопкасы бар екен. Бұл бізде нені подчеркивать етеді? Бұл бізде игровой ноутбук екенін көрсетеді. Себебі мына жерде ақпен енді любой ойнайтын адам сразу білетін болады да, қай кнопка алдыға, артқа және шетке жүретін. Өйткені бұл жерде солай как будто енді ойыншыларға көрсетіп болғаны ғой, енді былайша айтқанда игровой ноутбук екенін. Клавиатура негізгі үлкен ПК-лардағы обычный өзінің стандартный клавиатуралардың размеріне ие, себебі екен мына жерде өзінің нампады бар, бөлек төбесінде де нампады бар, кәдімгідей енді полноценный енді клавиатура деп айтсақ та болады ПК-ның. Так, Ryzen'ды айтып өттік, RTX-ді айтып өттік, мына жерде Nitro 5-тің өзінің функцияларын бәрін айтып өттік, енді 144 Гц жайлы да айтып өттік, өте керек нәрсе жаңағыдай. Енді не дейміз? Мына жерде өзінің вебкасы бар екен айтпақшыдай. Вебка четко, дерзко, как пуля резко. Қазіргі таңда вебканы жауып қоятын бір әдет бар бізде, бірақ дегенмен енді керек нәрсе, қолданатын нәрсе, яғни видеозвонокпен көрсететін кезде. Ал біз болсақ, дальше кірісейік. Енді конкретно четко айтатын жерлерін бәрін айтып өттім деп ойлаймын. Ал енді более подробно бізге ішкі начинкасына кірісейік. Ал енді жігіттер, бұл видеоның нағыз өзінің шырынына дейді ғой, яғни самый сок дейді ғой, самый сокқа қарай өтейік, родной. Қазір бізде 21-ші ғасыр. Дұрыс па? Бізде қазір 21-ші ғасыр, және де технология бізде все жоғары және де жоғары ғана өседі. Яғни тоқтамай дамиды. 10 жыл бұрын осындай кішкентай компактный жиналмалы зат осындай керемет бір күш қуат беретінін ешкім ойлаған жоқ ондай туралы. Мысалы мына AMD базасындағы Acer Nitro 5 ноутбугі бізде өте конкурентный ноутбук, яғни ойын ноутбуктардың арасындағы ең бір конкуренттік ноутбуктардың біріне жатады. Неге дейтін болсаң, родной, мен саған қазір жауап беремін. Бұл ноутбукта ең қолайлы және де заманға сай құрылғылардың бәрі орнатылған. Бұл AMD Ryzen 5 5600H процессоры, және де RTX 3060 6 ГБ графикалық картасы, және де бұл әдемілікті, яғни бұл сұлулықты 512 ГБ SSD және де 8 ГБ жедел жады толықтырады. Әрине ол SSD және жедел жадты күшейтуге болады, бізге өзіміз ішіне қосып сатып алып дополнительно күшейтсек те болады, родной. Ол деген бізде ешқандай қиындыққа тұрмайды. Менің қолымнан неше түрлі жаңа техникалар біраз өткен, былай мына түседі, дальше кетеді, мына түседі, дальше кетеді. Бірақ осы именно ноутбуктар әр түрлі өзгерістерге ұшырады, родной. Неше түрлі коллаптар болды бұл ноутбуктарда. Іші деген енді айтамын, қазіргі біздің заманға сай үлкен ПК-лармен бірдей күш қуатын беретін құрылғы болды ғой қазір ноутбуктар. Мен бұл ноутбуктарда вообще жалпы негізі кідіріссіз немесе ілінбестен ыңғайлы ойнауға болады деп мен негізі ойлаған жоқ едім. Осы блогер болмай тұрып ше, негізі осындай ноутбуктарды кейін көре бастағаннан кейін мен түсіндім, қазір ноутбук бізде қазіргі заманда действительно бізде конкурентный зат екенше. Және де сол AMD осы ноутбуктың ішінде ең күшті құрылғы болып есептеледі. Шындығында бізде қазіргі заманда ол AMD процессорының көптеген өндірушілер пайдаланады, яғни өзінің сол AMD процессорын өзінің девайстарына, яғни осындай
керемет құрылғыларына қосады. Ryzen 5000 сериялы процессорлардың ерекшелігі неде? Бұл технологияны бірге талқылайық. Сонымен AMD Ryzen 5 5600H 7-ші процесінде жасалған. 12 деректер ағынын өңдейтін 6 ядросы бар. TDP 45 бар. 3.2 ГГц базалық жиілікте ядролары 4.4 ГГц-ке дейін үдейі барады. Бұл процессор Zen 3 архитектурасына негізделген. Бұл Ryzen тарихындағы ең үлкен өнімділік секірісі. Zen 3 оған өте қатты қуат береді. Өнімділіктің де өсуі өте жоғары болады. Bir сағаттық нұсқаулар саны бұрынғы Zen 2 архитектурасына қарағанда 19%-ға және бастапқы Zen мен салыстырғанда 41%-ға өсті. Бұл процессорлардың барлық уақыттағы ең үлкен өнімділік өсімі болды. Кідірістермен проблема жоқ, олар шешілді. Әр ядроның өнімділігі өсті. Әр түрлі рендерлардың уақыттары айтарлықтай қысқарды. Ойындар ұшады. Және де сол ойындармен бірге өзіңде ұшып кетпе десең. Ал енді бұның графикалық картасы, яғни RTX 3060 жайлы мен саған не айта аламын. Бұл графикалық карта қазіргі заманда лайықты және де қазіргі заманның нарығында, яғни біздің рынокта өз-өзін уже рекомендовать етіп қойған біздің графикалық карта. Айтпақшы, мен бір өткен бейнемде осы Asus ноутбугын соңғы Radeon графикасымен сынап көрдім. Результаттар мені прям таңғалдырды, шыны керек бір ғой. Бұрын баяғыда осы Radeon Nvidia-ға жетеді деген бізге прям сказка сияқты көрінетін. Бірақ қазіргі таңда өздерің көріп отқандай, уже Radeon біздің Nvidia-ға да уже конкуренты составляющий болды ғой, енді былайша айтқанда. Ал енді Ryzen мен Nvidia-ның байланысын қарастырайық родной. Мен бұл ноутбукты бірнеше апта қолдандым және де қазір родной мен саған бәрін көрсететін боламын. Кеттік ал. Так, мінекей біз қазір Spider-Man, яғни өрмекші адам ойнап жатырмыз мінекей ноутбукпен. Және де бұл жерде мінекей прям приятно ойнағанға. Шыны керек бір ғой, ноутбук негізі ПК-ға жетпейді деп елімер айтады ғой. Дегенмен базар жоқ, ноутбук өзінің минустары бар, бірақ все равно мына ноутбук өзі конкретно выдавать етіп FPS-тар мінекей. 45 FPS, 47, 50, в общем, сондай арада көрсетіп тұр екен жерде. Одан кейін барып, средняя задержка ПК бізде 73 дейді, степень загрузки ЦП 4%, степень загрузки главного процессора деген сөз 99%-ға занят болып тұр екен. Бізде мінекей осындай, в общем, мощно қарасай бұлай. Мысалына ойнап отыр қазір бар ғой, ешқандай ыңғайсыздық біз көріп тұрған жоқпыз мысалы ше. Ешқандай кедергі жоқ, мінекей ойнағанға приятно. Примерно средний настройкалармен, бізде орташа настройкалармен бізде бұл өрмекші адам қазір бізде настроенный. Бұлай енді вполне приятно, ешқандай бізге кедергі алып келіп отқан жоқ. Мен өздерін көріп отқандай. Келесі ойынға өтейік, бізде келесі ойын бізде қызық болсын деп Чу-Чу Чарльз ойынын скачет етіп қойдық. Давай соған өтейік та тест жасайық бұл жерде. Мінекей біз келесі ойынға қазір өттік. Бізде Чу-Чу Чарльз деген ойын қазір трендте жүрген 60 FPS смело выдавать етіп тұр жігіттер. Степень загрузки бізге центральный процессордың степені 3-4%-ға загрузка болып тұр. Және де степень загрузки бізде главного процессора 99% болып тұр. Частота главного процессора бізде 1300-1200. Тактовая частота бізде памяти 810 болып тұр. Өздерін көргенде қарадыш. Смело 60 FPS пен ешқандай ыңғайсыздықсыз спокойно ойнауға болады. Вообще зависать етіп отқан жоқ. Бірақ максималкаға қойсаң енді сәл бізде прогрузкалар болады, кейде қиындайды. Бұл все равно ноутбук, енді дегенмен де ойын ноутбуктары осылай бізге жақсы выдавать етіп тұр. FPS-ті былай ойнағанға приятно негізі, ойнағанға натуре приятно. Келесі ойынға өтейік, ол ойын бізде әрине біз өте мықты ойындардың бәрін таңдадық. Бізде киберпанк ойыны болады. Давай киберпанк ойыны өтеміз да, және де сол жерде характеристиканы және бұл ноутбук өзін қалай ұстайтынын сол жерде көретін боламыз. Кеттік ал. Ал мінекей біз киберпанк ойына кірдік. Киберпанк өздерің білесіңдер өте ауыр ойындардың бірі. Мына жерде характеристикасына қарайтын болсақ, бізде мына жақта қараңдар 41 FPS көрсетіп тұр екен мына жерде. Степень загрузки центральный процессор 5%, главный процессор обязательно бізде 99-98% көрсетіп тұр. Частота главный процессора 1185, және де тактовая частота памяти 810 МГц болып тұр екен, және температура бізде 54-ке дейін ғана қызып тұр. Мінекей қараңдаршы қандай
зависать етпейді, спокойно, смело ойнай бересің. Смело ғой, айтшы мынау опа ыңғайлы ойнаған. Ең бастысы ыңғайлы ноутбук үшін бұл өте керемет дәреже деп мен есептеймін. Әрине бұдан да мықты ноутбуктар бар, Radeonның основасында істелінген, полный AMD-шный немесе полный Intel-овскиймен істелінген, бірақ дегенмен де енді мына AMD және де Nvidia-ның екеуінің байламасы осындай бізге керемет результаттар көрсетіп тұр. Давайте енді біз қазір монтаж процесіне өтейік. Монтаж жасап, мен видео дайындап қойған болатын, сол видеоны рендер жасайық, и рендер жасағаннан кейін қанша минутта бізде 4К видеосын қанша минутта бізде рендер етіп беретін көретін боламыз. Өтейік соған қарай. Так, мінекей жігіттер, біз проектті уже дайындадық. Енді Premiere Pro міне программасы. Енді бізге қазір рендер жасау керек. Давай рендерға кірейік. High bitrate, мінекей мына жерде 4К форматта біз қазір бұл видеоны примерно 19 минуттық, 20 минуттық видео экспорт жасайтын боламыз. Мінекей 4К мен кетті. Қазір 14 минуттың ішінде ноутбук бізде 4К форматта 20 минуттық видеоны рендер жасап бітемін дейді. Давайте осын зафиксировать етейік, и действительно шынымен де осындай уақытта қазір рендер жасап бітем екен. Егер де бітетін болса, родной, базар жоқ енді. Жақсы ноутбук, процессоры да және де видеокартасы мықты байламамен мықты жұмыс істейді екен деген сөз. Ал қазір көретін боламыз. 1 секунд сендер үшін, біз үшін 13 минут. Ал мінекей достар, шынымен де мына жерде 13 секундтың ішінде 4К-да 20 минуттық видеоны бұл ноутбук рендер жасап бітті. Негізі ноутбукқа өте жақсы, өте дерзкий, в общем, результат. Енді келесі переход жасаймыз және де главный кадрға өтетін боламыз, жігіттер. Let's go. Ал енді итогта не дейміз, родной? Бұл жерде менің ойымша бәрі анық және де мөлдір. Екеуміз қазір бұл видеода не шештік? Бұл ноутбук сенің назарыңа лайық ноутбук. Жаңа бір құрылғы осындай алам дейтін болсаң, мен мына AMD базасындағы Acer'дің ұсынысын саған қарастырар едім. Сол себепті осы ноутбук сенің назарыңа лайықты деп сол үшін жаңада айтып кеттім. Ал не дейміз енді? Әдеттегідей сілтеменің бәрі описанияда. Сенімен бірге болған мен Эдди. Және де келесі видеоларды көріскенше. Пока!